Bismillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Namaz оқымайды, бірақ Аллаға сенетін адамның үкімі қандай дейді? Кім болып есептеледі дейді? Бұл намаз оқу әлбәтте парыз болып есептеледі. Парыз дегеніміз әл-фарзу ма сабата лузумуху бидалилин қатайин ла шубхата фихи. Өзінде ешқандай бір күмән жоқ, қатаң нақты дәлелдермен дәлелденіп істелуі әлбәтте талап етілетін нәрсе, ол фарыз. Мысалы, кассалати хамси ва закат вал хадж, 5 уақыт намаз сияқты, зекет беру сияқты, хажға бару керек сияқты. Лисубути ха бидалилин қатайин ва хуал Құрану ва суннатул мутаватир. Бұның енді қатаң дәлелді, мықты дәлелі ол қасиетті Құран және пайғамбарымыздың мутаватир сүннеті. Әлбәтте Құран сүннет қана дәлел. Ал енді бұны үкіміне келетін болсақ, аннаху лазимун и'тиқадан ва амалан. Бұған Алланың жіберген парыз қылған нәрселеріне жүрекпен сенеміз, оны және амалмен істеуіміз керек. Фа иза инкараху ахадун кафара. Егер бұны жүрекпен инкар етіп сенбейтін болса, онда ол кәпір болады. Ва иза таракаху истахаққал иқаб. Егер оны істемей қоятын болса, намаз оқымай қоятын болса, ол азапқа душар болады ақыретте. Вакана фасихан, ол адам пасық болып есептеледі. Яғни намаз оқымаған адамның үкімі ол пасықтың үкіміне кіреді. Яғни пасық дегеніміз күнәлі адам болып есептеледі.